Кейбір әйелдерге үйде отыр, ішкі жан дүниеңді тазарт, тәрбиеле, күйеуіңнің қорғауында бол десек, оны үлкен бір қателік деп санайды. Ал егерде өз, дамы, өзіңді көрсет, сенің кім екеніңді көрсін десең, онда оны жетістік деп санайды. Сіз кімге ұқсап жүрсіз? Сіз кімді үлгі тұтып жүрсіз? Хадиша анамызды ма? Айша анамызды ма? Әлде бүкіл денесін көрсетіп жүрген Инстаграмдағы блогершаларды ма? Кейбір коучтар, кейбір психологтар өзіңді тыңда, өзіңді бірінші орынға қой. Ұнамай ма? Барда тастап кет. Өз сезімдеріңді қорға, сен ешкімге міндетті емессің дейді. Ал ислам Алланы бірінші орынға қой. Сабыр ет, ықыласыңды күшейт, өзіңнің нәпсіңмен күрес дейді. Кейбір коучтар мен психологтар сіздің эгоңызды өзгертеді, ал ислам болса жүрегіңізді тазартады. Сен бүгін өзіңе бір сұрақ қойшы. Жүрегіңде толған қандай образдар? Пайғамбарымыздың жүрген жолы, пайғамбарымыздың өмір баяны ма? Әлде жұлдыздардың үйленіп, ажырасып, зәулім сарай алып, машинадан машина ауыстырып, шетел аралап жүргені ма? Сіз кімді үлгі тұтып жүрсіз? Сіз қай жолда кетіп бара жатсыз? Соған мән беріңізші. Дәл қазір тірісіз ғой, барсыз ғой, Аллах сізге ғұмыр берді ғой. Уақыт бұл дүниедегі ең қымбат дүние. Сізге Аллах берген қымбат уақытты неге жұмсап жатсыз? Кімге жұмсап жатсыз? Сол уақытпен қай жерге қарай жүріп бара жатырсыз? Осыған мән беріңізші. Жүрегіңе бір қарашы, жүрегіңде Құран бар ма, әлде контент ба? Біз өзіміздің жүрегімізде тыныштық табамыз деп қаншама коучтардың сабақтарын аламыз, қаншама психологиялық сабақтарды аламыз, қаншама мотивациялық видеоларды қараймыз, қаншама кітаптарды оқимыз. Бірақ неге жүректе тыныштық жоқ? Өйткені жүректің тыныштығы тек Алланы еске алғанда ғана болады. Сіз жүректің тыныштығын мына дүниенің болмашы байлығымен алмастырып алмаңыз. Дәл қазір амансыз ғой, барсыз ғой, Аллах бүгін сізге өмір берді ғой. Дәл осы Аллах берген өмірді сіз неге жұмсап жатсыз? Қай бақытқа қарай кетіп бара жатырсыз? Соған мән беріңіз. Өйткені сізде әлде уақыт бар.